Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Балабақша тәрбиешілерінің жалақысы көтеріледі. 2023 жылдың қыркүйегінен бастап мектепке дейінгі тәрбие және білім беру педагогтерінің жалақысы тағы да 30%-ға өседі деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Ауылдық жерлердегі балабақшалар саны азайған. Ақтаудағы жекеменшік балабақшадағы баланы ұрған жағдай желіде қызу талқыланып жатыр. Оқу-ағарту министрлігінің мәлімдеуінше, бұл шара еліміздің 97 мың тәрбиешісін қамтитын болады. Жалақыны жыл сайын арттыру 2023 жылдың қаңтарынан бастап мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің кадрлық әлеуетін күшейту мақсатында 20.390 педагог кәсіби біліктілерін арттырады. 79-ші мектепке дейінгі ұйымда құзырет орталықтары жұмыс істейді. Мұнда тәрбиешілер өзара тәжірибе алмасып, үздік жұмыстармен бөліседі. Сонымен қатар үкімет балабақшаларда жаңа орындар ашу бойынша шаралар қабылдауда. Жыл басынан бері 29.620 орынға арналған 307 мектепке дейінгі ұйым пайдалануға берілді. Жыл аяғына дейін балабақшаларда барлығы 81 мың, ал 2025 жылға дейін 223 мың жаңа оқу орын ашу жоспарлануда. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.